Қазақстан Республикасы Конституциясы қанша рет өзгеріске ұшырады? 1998 жыл 19 бап өзгеріске ұшырады. 2007 жыл 30 түзету енгізілді. 2011 жыл 1 бап өзгерді. 2017 жыл 19 бапқа 26 өзгерту енгізілді. 2019 жыл 1 бап өзгерді. Ал 2022 жылы 5 маусымда Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы республикалық референдум өтті. Жалпы ұлттық референдумда қазақстандықтар ата заңымыздың 33 бабына 56 өзгеріс енгізуге дауыс берді. Нәтижесінде Қазақстан суперпрезиденттік басқару формасынан күшті парламенті бар президенттік формаға көшті. Жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі. Президенттің жақын туыстарының саяси мемлекеттік қызметші, квазимемлекеттік сектор субъектісі басшылары лауазымдарын атқаруға құқығы жоқ. Қазақстандықтар өз бетінше конституциялық сотқа жүгіне алады. Өлім жазасына тыйым салынады. Ешкімнің адам өмірін қиюға құқығы жоқ. Мәжілістің депутаттық корпусы аралас сайлау жүйесі бойынша құрылады. Сенаттағы президенттік квота қысқарып, мәжілістегі Қазақстан Халық Ассамблеясы квотасы жойылды. Мажоритарлық жүйе депутатты сайлаушылардың қалауы бойынша шақыртып алуға мүмкіндік береді. Тұңғыш президенттің ерекше рөлі мен артықшылықтары туралы ережелер алып тасталды. Қорыта келгенде, Қазақстан Республикасының Конституциясына 29 жылда 6 рет өзгеріс енгізілді. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні құтты болсын.